Шымкентке келдім, бір-екі ай тұрдым, одан кейін білмеймін, сен айтсың ғой спортпен айналыстың ба, білмеймін тоже, просто так идея кетіп барып фитнесқа бара салайыншы дегенше. Фитнеста екінші күн занимация еткенде өзімді әйелімді көріп қалам ғой, в общем говоря. Сояқта сонымен танысып, Шымкентте 5-ші күні уже танысқаннан кейін предложение жасаймын да үйленіп кетемін, в общем. Мазарнет! Нағылған асығыс махаббат. Білмеймін. 5 күн көрісіп, өте әлі қатты білмейтіндерсіңдер бір-бірлерінде. Қатты білмедім, бірінші күні таныстық, чай іштік, екінші күн, короче, бұла үш күнді біздер, короче, сыртта просто әшейін жүрдік, паркке көрдік, анау-мынау, одан кейін мен отырамын да, мен походу үйленемін. Сондай ойлар болды ғой, и Бірақ фитнес не болды? фитнес өте қызығы міне ғой. Фитнес сонымен бітті ғой мен. 5-ші күн менде уже ревность басталып кеткен ғой, до такой степени бол, мен әйелім фитнеске бармайды депші уже, потому что уже білмеймін. Жібермеймін. Уже 5-ші күн ол мен уже әйелім ғой, уже морально уже түсініп алғам, түнде аламын да кольцо іздеймін, барып кольцо алып, уже мамаға айтамын. В общем, сөйтіп бүйтіп каким-то образом біздер үйленіп, Оралға келдік, Аллаға шүкір, бала бар бізде уже. Артурды депрессиядан шығарған қазіргі жан. Депрессиядан шығарған. Иә, депрессиядан шығарған қазіргі әйелім ғой.